Мен осы Жарымшы ауылының тұрғыны Нұрлаш Мақсат. Бұл әкімдіктерге, аудан әкіміне де, облыс әкіміне де осы болып жатқан, каждый ауылда болып жатқан есеп беру жиналысында осы соңғы 4-5 жылда мен өзім жүрмін. 4-5 жылда әрбір жиналысқа келген сайын осы су мәселесі міндетті түрде басты, кезек күттірмейтін тақырыптардың ретінде айтылады. Бірақ енді сол әкімдер жиналысқа келіп жасаймыз, жасалынады деп уәдесін береді, бірақ ешқандай нәтиже жоқ. Енді жаңа үкімет басында айтып жатыр ғой, егін шаруашылығын дамыту керек, мал шаруашылығын дамыту керек деп. Енді адамның тіршілігі де ол су дейтін тіршіліктің көзі ғой. Қазіргі уақытта енді шіліңгір шілденің уақытында ауылдың халқы сусыз отыру дейтін тіпті мүмкін емес жағдай ғой. Ауылдың сыртында тоған бар еді. Тоғанымыздың кеше тоған жарылып кетіп, тоғандағы судың бәрі ағып кетті. Қазіргі уақытта мына ауылдың ішіндегі адамдар өздері қолмен қазған құдықтардың барлығында су жоқ. Барлық ауылдың тұрғындары осы жерде осы суға зәру. Малында, егінінде, адам ішетін суды да барлығы осы жерден алып отыр қазіргі уақытта. Бұл енді біздің ауылда судың мәселесі бұл тамыр тереңде, жаңа айтылып отыр ғой, 17 жылдан бері шешусіз жатқан мәселе. Ауданға да, облысқа да әртүрлі осы 17 жылдың ішінде неше түрлі әкімдер кетті, ауылымыздан да біраз әкім ауысып кетті. Бұл енді ар жағы кілең жемқорлықпен бір-бірімен шимай жатқай болып жатқан мәселе болғасын жерде ешқандай әкімдер басын ауыртып осы мәселеге тікелей кіріп араласқысы келмейді деп ойлаймын. Басқа осы ауылдың халқының да ойы солай. Жалпы ар жақта жергілікті атқарушы биліктің осы мәселені ауыл халқына бір жақты етіп шешіп беруге ешқандай бір мүддесі, өздерінің бір жақсы ойлары жоқ деп есептейміз. Содан туындайды. Бізге енді қазіргі ауылдың халқының ең басты қояр талабы осы жылдың аяғына дейін осы ауылшылық суды барлық құбырмен осы ауылдағы барлық үйлерге тартып берсе деп соны талап қоямыз. Ең бірінші талабымыз сол. Бұл мәселе осы жылдың аяғына дейін шешілмесе, жергілікті атқарушы биліктің ешқандай жұмыс жасамайтындығын, ауыл әкімінің, аудан әкімінің, облыс әкімінің ешқандай ауыл халқына жан ашымайтынын, ешқандай жұмыс жасамайтындығын анық көрсетіп тұр ғой енді. Басқа енді шешілмесе, Астанаға барып, тікелей президентке барамыз деп солай жоспарлап отыр. Енді басқа амалымыз жоқ біздің. Қазіргі уақытта биыл біраз жұмыстар жасалып жатыр. Мына ауылда жаңа көшелерге жер асты мен газ құбырын тарту жұмысы жүргізіліп жатыр. Ауылдың көшелерді жарықтандыру жұмысы жүргізіліп жатыр. Сосын мына жылдағы ауылымыздың шетінде саябақ бар, жаңадан салынған. Сол саябақты әр жылда әр адамға бөліп, тендерді бөліп береді жеке кәсіпкерге. Ол жеке кәсіпкер бір жыл өзінің сол жаздайғы тендерді жеңіп алады да ешқандай жұмысын аяқсыз қалдырады. Мына жаңа айтып отқан жер асты мен газ құбырын тарту жұмысы да, көшені жарықтандыру жұмысы да, су тарту жұмысы да ешқандай барлығы басталады, бірақ ешқандай аяғы жоқ, аяқсыз қалып жатыр барлығы да. Бұл ауылда жұмыс басталады, бірақ аяғы жоқ, ешқандай нүктесі жоқ жұмыстың. Осындай ауылда адамға керекті, ең бірінші су адамға керекті, басқа да нәрселер, тұрмыстық қажетті нәрселер болмағандықтан ауылдың жастары жылдағысын жылда үбдірім қалаға көшіп жатыр. Биыл да бірнеше отбасы қалаға көшіп кетті. Ауылдың әлеуметтік жағдайының нашарлығынан деп ойлаймын соның барлығы. Осы ауылда жас отбасылар балаларын спортқа баулығысы келеді, неше түрлі үйірмелерге бергісі келеді. Онда ешқандай үйірме жоқ бұл ауылда. Осы аудан бойынша барлық осы ауылдардың ішінде ең ақсап тұрған осы біздің Жарымшы ауыл деп есептейміз. Ешқандай үйірме жоқ. Сол жастардың барлығы Ақтауға көшуіне осы мәселелердің де бірден бір септігі бар деп есептейміз. Бұл ауылда қаладан ауылға көшіп келіп жатқан ешқандай адам жоқ, ешқандай отбасы жоқ. Бұл ауылда керісінше ауылдан қалаға көшіп жатыр. Ешқандай дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша бұл ауылда ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ. Жергілікті атқамінерлерден, аудан басшысынан, облыс басшысынан осы Жарымшы ауылында осы болмай жатқан мына келеңсіз оқиғалардың барлығын оң нәтижемен шешіп, ауылдың халқының осындай сұранысын, талап тілектерін оңынан шешіп беруді сұраймыз. Толықтай ауыз сумен қамтамасыз етуді, басқа да жаңа айтылып жатқан мәселелердің барлығын шешіп беруді сұраймыз.